Өркениетті мәдениеті бастау алатын киелі Тараз шаһары бұл. Көне дәуірдің естелігінде салтанаты бөлек қала. Айтпақшы, өңір жол сапасы бойынша да көш бастап тұр. Бұл қаншалықты рас, армысыз көрермен. Бүгін біз осыны бағамдаймыз. Жамбыл облысында автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 10.048 шақырым, оның ішінде 1194 шақырымы республикалық санатқа жатқызылады. Ал облыстық жолдардың үлесі 1756 шақырым. Қалғаны ауыл мен ауданды қосады. Көлік инфрақұрылымын жақсарту мақсатында 2024 жылы 26,8 миллиард қаржы бөлініп, бұл мақсатқа 16,5 шақырым жаңа жол құрылысы салынды, бір көпір құрылыспен қамтылды, 3 шақырым көшеміз қайта жаңғыртудан өтті, және 690 шақырым орта жөндеумен қамтылды. Бұл жерде атап өтетін ұзақ мерзімнен бері 2007 жылдан бері деп айтайық, қаланың ішінде Бурыл, АБВ, Барысхан деген массивтерге жер телімі ретінде тұрғын үй салуға жер телімдер бөлінген. Жол мәселесі туындап отырды. Былтырдан бастап асфальт жол салу мәселесі қолға алып, сол 16,5 шақырым жаңа жол салынды. Сонымен қатар өздеріңіз білесіз, Жамбыл облысына аудандық маңызы бар Моно қаламыз бар, Қаратау қаласы. Сол қаланың 3 көшесі қайта жаңғыртудан өтті. Жол құрылысындағы қолданылатын материалдардың сапа сараптамасы, жолдағы технологиялардың сақталуы, соларды біз тексеріп, және де зертханалық әдіспен объектіде диагностикалық әдістермен сараптама жасаймыз. Облысымызда цементобетон, асфальтобетон жамылғылары қолданылады. Және де аудандық жолдарда әлі күнге дейін шағал жол жабындылары бар. Ол біздің енді қызметіміз бойынша ведомстволық сараптамадан шағал жол жамылғыларын қазір таңда асфальтобетон жол жамылғыларына ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2024 жылы 12 айда 329 нысанға 999 іс-сапарлар және инспекциялық шығулар атқарылған. Сол инспекциялық шығулар кезінде 3129 жол құрылыс материалдары сынақ зертханасына сынамаға келді. Ол 3129 жол құрылыс материалдарының 17 данасы немесе 32% нормативті құжаттардағы талаптарға сәйкес болмады. Мемлекеттік сату заң аясында келісімшартта барлық негіздемелер көрсетілген, талаптар қойылған. Сол талаптардың негізінде жұмыстар жүргізіледі. 2024 жылдың қорытындысымен жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі 99%-ды құрады. Елді мекен көшелері бойынша ол пайыз 87%-ға жеткізілді. Сол біздің ұсыным хаттардың есебімен 2024 жылы мердігер тарапынан 250 миллион 300 мың теңгеге қайта құру жұмыстары. Біздің ескертпелерді орындамаған техникалық қадағалау ұйымдарына және мердігер мекемелерге айыппұл салынды. Техникалық қадағалауға 600 мың көлемінде айыппұл салынды және мердігер мекемеге 1-2 миллиондай айыппұл салынды. Республикалық желі бойынша бізге жол құрылыс материалдар келіп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 30 дана жол құрылыс материалы келді. Олардың барлықтары нормативтік талаптарға сәйкес. Және осы наурыз айында облысымызда орналасқан асфальтобетон заводтарын инспекциялық тексеру бізде жоспарланған. Бұл қаланың шеткері аумағында орналасқан Береке тұрғын үй алабы. Саяжай бірлестігі осыдан 5 жыл бұрын қаланың балансына өткен. Бұл жаңалыққа қуанбаған жан жоқ, тұрғындардың жолды жөндеп береді деген үміті болған. Алайда баяғы жартас сол жартас дейді олар. Ата, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба? Амансың ба? Журналист қыз едім ғой. Иә. Сіз осы жерде тұрасыз ба? Иә. Айтыңызшы, жолдарыңыз қалай? Жол міне ғой. Асфальт керек, асфальт. Бұрын кооператив едік қой. Суымыз бар, газымыз бар. Рахмет. Жол енді жөнделіп жатыр. Осы биыл асфальттап береміз деді мынаны. Жаңбыр болады, шаң болады, мына батпақ болады, жауын. Жаңбыр жауған кезде. Жолдың жайын жүрген білер. Бұл жайында тұрғындар не дейді? Мұны да анықтап көрдік. Салынып жатыр, бірақ кішкене кешігіп жатыр олда. Ходовкілер бәрі шаршап жатыр ғой. Амортизатор тарс-тарс етіп өтіп кетесің. Қайттан қазылып қалып жатыр. Кіреберіс жерін көрдіңіз бе? Ол жаққа төсемей кеткен ғой. Керек, асфальт жол керек қой. Мынадан асфальт жол жақсы ғой. Свет керек сосын мына көшеге. Мынау мектепке баратын, таң азанда шығып жұмысқа остановкеге барам дегенше бізге тас қараңғы ғой. Береке саяжай бірлестігіне осыдан 6 жыл бұрын қаланың аумағына қосылған білеміз. Енді халықтың негізгі сұрайтыны бұл жол. Қазіргі таңда не істеліп жатыр? 2023 жылдары береке емес, жалпы Тараз қаласының батыс аумағында қазіргі таңда қала екіге бөліне байланысты бұл Жібек жол ауданы болып саналады. Осы батыс ауданында 28 өндірістік кооператив бар. Дачный массив дейміз, өндірістік кооператив. Соның инфрақұрылымын дамыту мақсатында су құбыры жүргізілді, электр бағаналары орнатылды, жаңадан газ құбыры тартылды. Және де 24 жылы 28 массивтің 8-іне шағал жол салу жұмыстары жүргізілді. 73 шақырым және 165 көше толық шағал жол салу жұмыстары аяқталды. Ендігі кезекте ағымдағы жылы қалған 20 массивке шағал жол құрылыс салу жұмыстары өз кезегін тауып отыр. Салу жұмыстары алдағы 3 жылдың арасында орындалуы жоспарланды. Кезең-кезеңмен асфальт жабынға ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Осы жылға бізде республикалық маңызы бар, Жамбыл облысына өтетін республикалық маңызы бар жолдардың орташа жөндеу жұмыстары жоспарланған. Олар Қордай асу деп айтып кеттік қой, Қордай асуын, жаңа Қордай асу және ескі Қордай асуына сол жерде жол жағалмасын ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Және де бізде Қырғызстан границасына баратын, шекарасына баратын Қарасу Масанчи Сортөбе деген 45 шақырым жол бар, соның толық 45 шақырым орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы қазіргі таңда Жамбыл облысы бойынша республикалық маңызы бар автожолдардың көрсеткіші өте жақсы деп айтуға болады. Біраз жолдар жөнделді, әлі де жұмыстар атқарылып жатыр. 2025 жылы орташа жөндеу жұмысымен 105 шақырым жол жөндейміз. Тек қана орташа жөндеумен қатынасты? Иә, тек қана орташа жөндеу жұмыстарымен 105 шақырым. Қанша қаражат бөлініп? Қаражаты 8 миллиард. Жол тіршіліктің негізгі күре тамыры. Жолдың жайы, елдің жайы. Сондықтан оны дамыту бүгінде өзекті мәселе. Аймақ атқамінерлері бұл бағытта кешенді жоспар құрылғанын айтты. 2025 жылы көлік инфрақұрылымын дамытуға 23,6 миллиард теңге бөлінді. Аталған қаражатқа 17,7 шақырым жаңа жол құрылысы салынады. 8 шақырым қайта жаңғырту және 364 шақырым орта жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Тараз қаласында көлік ағымы жоғары Асқаров көшесі бар, Қойгелді көшесі бар және Рысбек Батыр көшелерін қайта жаңғырту жоспарланып отыр. Сонымен қатар Тараз қаласында Абай көшесінің бойындағы аспалы көпірдің құрылысын бастауға 2 миллиард теңге бөлініп, сол жұмыстар жоспарланып отыр. Айтсақ, жаңа айтып өттім, 2024 жылы бастау алған Бурыл АБВ және Барысқан массивтерінде асфальт жол салу құрылысын толық аяқтау жұмыстары көзделген. Қаратау қаласында 2024 өтпелі 3 жобаны аяқтау көзделген. Жамбыл облысында жол желілерінің жалпы ұзындығы 10 мың шақырымнан асады. Биыл салаға 23 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Әсіресе аудан мен ауыл көшелерін жөндеуге басымдық беріледі дейді аймақ атқамінерлері.